Құрметті достар, сонымен біз дәл қазір 5-ші кезеңге де келіп жеттік, яғни ең соңғы ақтық кезең. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар анықталатын сәт. Және де біздің жаңағы қатысушыларымызға қойылған талаптар туралы Қасиет өзің айтып өтсең? Бұл кезең бізде авторлық кезең деп аталады, яғни қатысушылар өздері ұнатқан кез келген тағамды әділ қазылаушылардың алдына ұсынатын болады. Ендеше біз жас аспаздарымыздың қолынан шыққан жаңа туындыларды бірге тамашалайық. Жалпы қазақта аспазды астына қарап танисың деген сөз бар. Яғни біз бүгін жас аспаздарымыздың тәжірибесін және біліктілігін байқайтын боламыз. Енді Әйгерім ханым, жалпы 5-ші кезеңде қатысушыларымызға қандай талап қойылады? Жалпы олар өнім жасау барысында нені ескеру керек? Сонымен таныстырып өтсеңіз. Енді бұл 5-ші кезең ең маңызды кезеңдердің бірі. Бұның атауының өзі авторлық финал болып аталады. Бұл жерде әрбір қатысушы өзінің қолтаңбасын қалдыратын, өзі ойлап тапқан бір өз идеясымен, өз рецептімен шығарған бір тағамды бізге ұсыну керек болады. Берілетін уақыт бұл жерде 65 минут. Түсінікті. Ендеше біз 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарды анықтаймыз. 5-ші турға барлығына сәттілік. Онда команда бізде 5 минут уақыт қалды. Қамырдан жасалған тағамдарымызды дайындаймыз. Бесінші кезең жас аспаздардың нағыз сыналатын сәті, бірақ әділ қазы алқасы Әлижанға сынайтудан бұрын жылы лебіздерін білдірді. Алдымызда Әлімжан, қазір қатысушылардың арасындағы. Бұл семга балынан жасалған. Бұл соусының дәмі өз морепродуктың дәмі келеді. Себебі бұны семганың оливковый масламен кәдімгі растительный масланы араластырып микс істеп, сосын чеснокты езіп, солармен бірге қуырып, дәмін шығарып, балықтың. Сосын томат қосып, томат тош қуырып, сәл розовый түске келтіріп, сливки қосып. Тұзы, зелені бәрі жақсы. Ішіндегі осы пюреге не қосын? Пюреге? Негізі пюренің заготовкасын ерте істеп қойғам, қазір ысытқанда сүтпен ысытқам. Так пюренің өзіне сүт, сливочное масло, тұз. Соларды қосып шықтың? Просто бұның не болып, без комочков болып тұрған ситамен өткіздің. Өйткені ол әдем болып көрінеді, комочкасыз. Оформленісі барлығы күшті. Сыр креметті ғой, е? Сыр креметтен егер семгаға қосқанда вообще күшті болатын талынады, өзін жегенде. Қазір бізге ұсып тұр ғой былай. Былай істеу керек та бұны. Сыр креметтен бетіне бүйтіп алайыңыз. Тек көзім былай ма? Өте дәмді шыққан Әлімжан. Өте күшті болған. Болашақта саған өте керемет аспаз болғанына, сосын Мишлен жұлдыз алуына тілектеспіз. Әлі Қазақстанда ешкім әлі Мишлен жұлдыз алып келмеген. Соның бірі өзім болғанда қалаймыз. Жалпы өзінің түрі әлпетін, салмағын, қастарын, барлық нағыз бір аспазға ұқсап тұр. Болашағын жарқын болатынына сенімдіміз. Тамағын өте дәмді шыққан, өйткені семга мен пюренің тұздығы барлығы смарш әдем шыққан. Четко. Түрі өте әдемі. Ненің барысында, дайындалып жатыр ғой, тамақты дайындау барысында. Қыздармен сайысқа түскен жігіттің тамақ дайындағаны қандай болады деп әдейі сұрап қойсам, қыздар бізден қорқсын деп қойып жүрген жігіт. Тез жылдам қимылдадың. Бізде енді соңғы тағам, авторский тағам, өзіңнің сенің идеяң, нанды да қасына нан өнімін қосып беруің, балықты сондай әдемі түрін шығарып, бөліп-бөліп кесуіңнің өзі ерекше бір
түрін келтіріп тұр. Жылдам қимылдадың, таза жұмыс жасадың сен менің бақылауымда. Және ешқандай да бір назат жоқ, аназат жоқ деп паникаға берілмедің. Алдағы уақытта сені үлкен аспазшылардың қатарынан көруге тілектеспін. Рахмет. Егер мен әлде де шеф-повар болғанда смело сен өз командама шақыратын. Қазір әттен. Жақсы, сау болыңыз, Әлімжан. Керемет болды. Қорытындысында келісеміз. Райханның айтуынша бұл тағамды бұрын басқа әдіспен жасаған, бірақ бүгінгі сайыста таңдаған қызыл балық оған сәттілік әкеледі ме? Не бары осындай студент кездерінде 16-17 жасар қыз жігіттеріміз біздің авторский тамақ шығарып отыр уже. Бұл бізде таудың бақтақ балығы деп аталады. Менде балық басқа болу керек болатын, бірақ қазір ол балық болмағандықтан красный рыбамен істедім. Осы черри, сосын соусты авторский негізі. Дәмін тартып өздеріңіз айтып көрсеңіздер. Біз жаңа ыстық қой. Иә. Келді ма? Түрі ыстыққаныңыз келді ма? Нормально қатты емес. Авторский соусыңызға не соусыңыз? Чесночный соус и оған мандариннің соғы қосылады. Қазір біз мандариннің соғына лимонның соқ қостық. Енді бізге лимон берген ғой. Брокколи бар екен. Райхан, сіз айттыңыз, негізі басқа балық болу керек деп. Бұл тағамды өзіңіз рецептімен шығардыңыз ғой, иә? Иә. Бұрын басқа балықпен жасап көргенсіз. Иә. Наны қазір жасап атсыз, иә? Қызыл балықпен де әдемі шыққан. Алдағы уақытта қызыл балықпен де жасап бере берсеңіз болады. Бәрі жақсы, тұзы барлығы. Подачасы да әдемі болып тұр. Қызыл балықпен. Қызыл балық. Қызыл балықпен әдемі шыққан. Әр тағамыңыз бірінен бірі өткен әдемі болып жатыр. Рахмет. Өте дәмді, өте әдемі. Алдағы уақытта сіздің өзіңіздің рецепт кітабыңыз болады деп үміттенемін. Соған жұмыс жасау керек сізге. Күшті. Иншалла. Махаббат өмірдің көркі, ал Аружанның жұбайына деген махаббаты дәл қазір өзі дайындаған астан көрініс табады ма? Рахмет. Аружан, не ұсынасыз бізге? Бұл менің авторский тамағым. Жолдасым өте қатты жақсы көреді. Бұл жай тамақ болып көрінетін шығар, бірақ енді адам махаббатпен істесе, ол әрқашанда өзіне ыстық болып тұрады. Жолдасыңызға арнап шығарған тағамыңыз ғой. Мен байқадым ба, кіріп баратқанда жолдасыңыз жеп тұрып, дәмін көріп тұрған. Жолдасым өте қатты жақсы көреді. Күріш және курицамен, сливочный соус. Бетіне кішкене сыр. Сыр пармезан. Ол қатты соленый болады. Бісміллә. Аружан, сіздің бізде қазір енді соңғы кезең, біз барлығына комментарий айтып жатырмыз. Сіздің жұмыс барысында үй бикесі екеніңіз бірден көрініп тұр. Жаңағы үй бикесі болғанда сіз ептісіз, ыдыстарды қолдану барысында тез-тез ыдысыңызды жуып алу, тазалығыңыз, ол сіздің ептілігіңізді көрсетті. Уақытында барлық тағамдарды жасап шықтыңыз. Жылдамдығыңыз да өзіңіздің фантазияңызбен ешқандай көмек ештеңені сұрамай өзіңіздің жасауыңыз барлығы жоғарғы деңгейде болды. Процесс барысында қазір енді дәмін көріп бағалайтын боламыз. Отбасыға, жолдасыңызға деген махаббатпен шығарған тағам ол әрдайым дәмді болады деп сенемін. Сізге сәттілік, сіз ұстазсыз, сіздің үйретеріңіз көп ұстаз болуыңызға және көп рецепттер шығаратыныңызға мен сенімдімін. Әрине, үйренерім де көп. Рахмет.
ресторанда, кафеде жұмыс жасаған повар подачаны үйретеді оған. Оған уже кафенің өзі үйретеді. Оның шеф-повар ұстаздары болады. Бұл кісі жаңағы кафе ресторанда қазір жұмыс жасамайды, ұстаздықпен айналысады. Бұл кісінің хоббиі любительский. Соның өзінде де 22 адамның арасынан шығып, іріктеуден келіп, сайысқа осы шеф-поварлармен түсіп жатқанның өзі жоғарғы деңгейде. Өте керемет, дәмді шыққан. Дәмді шыққан, иә. Әдемі. Құрметті көрермен, Іңкәр 5-ші кезеңде қандай тағам жасап таңғалдырады екен? Бізге Іңкәр келе жатқан. Қандай әдемі. Мен әзірлеген тағамым бұл тауықтың түс етінен дайындалған, кілегейлі соуспен дайындалған жаңағы былай айтқанда курица в сливочном соусе. Ол мен гарнирге риспен жүгерін араластырып қосқан жөн санадым. Одан кейін жаңағы бұл кілегейлі болғандықтан сәл майлы бола ма деп мен жаңағы көкөністерді турап отдельно бөлек-бөлек, иә. Сана, огурцы. Бұны дайындалу жолы бірінші курицаны турап аламыз, одан кейін пияз қосамыз, одан кейін сливки, сметана, майонез қосып, тұз қосып, өзіне дәм беретін дәмдеуіштерін қосып дайындадым. Рахмет, Іңкәр, сенің ситуациядан шығып кетуің, жылдам қимылдауың және қамыр жайып соның арасында бізге ет асып беруінің өзі бір үлкен іскерлігіңді көрсетеді. Сен мықтысың. Процесте жылдам қимылдадың, ешқандай проблема сенімен болмады. Одан кейін мынау жаңа майлы бола ма деп қасына нан қостым. Нан қостың. Ойлап табуың және сен тек мен авторский тамақ қана шығарып қоямын деп қоймай, тұтынушыны да ойлауың, ол сенің профессионализмыңа үлкен бал қосады деп ойлаймын. Рахмет. Молодец, Жан, күшті, керемет. Спасибо. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау қасына салат. Бірденен салаты мен тамағын бәрі бірденен. Негізі барбекю соусы бар жерге қолдана беруге болмайды. Өзін. Жұмсақ әдемі болған. Маған ұнады. Фри бізде бірінші рет келіп тұр, иә? Жалпы авторлық тамақ дегеніміз не? Авторлық тамақ дегеніміз әр адам өзін ойлап тауынан шығарған тамақтарды айтады. Жалпы қыздар балалар 15-16 жасында осындай әдемі тамақтар ойлап тауып отырса, онда өте үлкен жетістіктеміз. Себебі күріш пен кукуруздің ұйымдастыруы тек бұл жерде курица мен балықты бірге әкелген дегенде сәл ғана қате кеткен, а так барлығы өте жақсы. Мына жерде балық болмаса болар еді дейсіз ғой. Мысалы бізде соусын ішкі болмаған, сырный соус мен кетчупты өзін әдемі ұйымдастырып әкелген атысқа өте керемет. Соңғы кезеңде Азиз барлығынан ерекшеленіп, тәлімгер атты авторлық тағам жасап шығарды. Ең жас қатысушымыз ең күшті. Сет тәлімгер. Қандай? Сет тәлімгер. Сет тәлімгер? Қандай күшті, бізге тәлімгер жобасына арнап авторлық өзіңнің тағамыңды шығардың ғой, қандай күшті, керемет. Бізде соус тартар, иә? Жоқ, чесночный. Соус чесночный, семга балығы, мынау судак па? Жоқ. Қандай балық? Грудка бұл. Қандай? Грудка ғой. Бұл куриный ба? Ол балыққа ұқсайды екен. Бетіне сыр материалға қосып қойғасын, иә? Дәл осы сыр материалын бағана пицца қосқанда ішіп күшті ететін еді. Қостым ғой оны. Сәл өліп қалды. Ал мынау бізде фарштан жасалған? Ішінде фарш ғой, негізі сырта ішінде сыр бар, иә? Сыр бар, иә. Көрсетіңізден, камераны жақындап түсіру керек.
мәссаған. Қараңыздаршы, сыры қандай адам. Ой, бисмилля. Сочный болып, ішінен прям су. Ар жағынан көрініп тұр ғой камераның ар жағынан, мәссаған. Ал аппетиттеріңіз бүгіндікке вообще кайф. Мына соус бізде қандай аты? Ұмытып қалдым. Так, бұл бізде помидормен қосылған Помидор, петрушка и пияз. пияз. Бұл етке арналған соус не сен? Керемет. Ұмытатын соус сәлімдер деп қояды. Сен жасың қаншада қазір? 16-та. 16-да, иә? Молодец. 16 жасында бана айтып отырып, Әлімжан Азиз кімге ұқсайды деп анау. Рататой фильміндегі өзім күшті бір персонажға ұқсаттық. Керемет. Ал енді дәмін көрейік. Ас болсын. Так, тәлімгер деген сеть. Мына рецептісін ертең бүкіл Түркістанның несі сұрайтын шығар. Кафе ресторандары. Бүгіндікке фарштан жасалған бір тағам жемедік, Жоқ, мынандай бір котлет деген сияқты жасалған. Бізде фаршымыз көп болған негізінде. Ыстықтай прям сочный болып тұр ма? Ыстықтай алып келген, жұмсақ, ішінде сыры вообще күшті кеткен соуспен. Түрі де бәрін қатар-қатар қоюы күшті болып тұр. Мынаны қараңызшы. Апельсинмен қандай оформление жасаған, пиязды қалай қуырып қойған, лимонды, элементарно огурцының өзін сәндеп. Мынау оформлениесі енді ең күшті үздігі болды. Бүгінгі авторлық тағамдардың ішіндегі жоғарғы деңгейдегі соғысы болып тұр. Ойлаймын. Құрметті көрермен, сонымен аспаз бағыты бойынша біздің жарысымыз өз мәресіне жетті. Өздеріңіз көргенде Әділғазы алқалары 5 бірдей жас аспаздың жасаған тағамдарының дәмін татып, әділ бағасын берді. Қасиет, қалай ойлайсың, жарыс қалай өтті? Жарыс меніңше өте бір жоғары деңгейде өткен сияқты. Тіпті біздің қатысушыларымыз менің осы уақытқа дейін әлі көрмеген тағамдарымды жасап алып келді. Тамақтың түр-түрі бар екен. Дұрыс айтасың, Қасиет. Енді бірі қазақтың ұлттық тағамдарын жасаса, енді бірі еуропалық ұлттық тағамдар жасап көзге түсті. Енді дәл қазір мен жеңімпазды хабарлау үшін жүрегімді ауламай тұр, өйткені барлығы жеңімпаз деген атаққа лайық. Алайда жарыс болғандықтан бұл жерде бір ғана жеңімпазды анықтау біздің міндетіміз. Сондықтан ендеше қолыңызда тұрған қағаздағы хабарламаны оқыңыз. Ендеше іске сәттейік. Бірінші қатысушымыз 130 балды жинады, екінші қатысушымыз 128, үшінші қатысушымыз 92, төртінші қатысушымыз 132 және ең соңғы 5-ші қатысушы 131 балды жинаған болатын. Бұл жерде 132 балмен біздің қатысушымыз алға шыққан екен. Ал оның есімі кім болды? Құрметті көрермен, сонымен 132 балдың иегері, бүгінгі сайыстың жеңімпазы Іңкәр Елеусіз. Құрметті Іңкәр, сені жеңісіңмен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті көрермен, сонымен аспаз бағыты бойынша жарысымыз өз мәресіне жетті. Біз қоштаспаймыз.